Сәлем достар, парақшаны жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Күлше қыз. Ертеде бір мемлекетте бай бір кісі болыпты. Оның әйелі ауыр дертке шалдыққан еді. Әйелі өлер алдында жалғыз қызыны шақырады. Қызым, менің қанша өмірім қалғанын білмеймін. Сен ақылды қыз бол, тәрбиелі бол, Құдай сені қолдайды дейді. Мен сені әрдайым қасыңда боламын, аспаннан сені күзетіп жүремін деп көз жұмады. Күлше қыз қатты қайғырып жылайды. Әкесі тез жұмыс сапарына шығып тұратын еді. Сапарға кеткенде қызы жалғыз қалмауы үшін тағы бір үйленуді шешті және 2 қызы бар жесір әйелге үйленеді. Күлше қыз дөрекі анасы еркек қыздарымен жасауға мәжбүр болды. Олар Күлше қызды қызметкеріндей көретін еді. Барлық үй жұмысын істейтін, тамақ істеу, ыдыс жуу, үй жинау. Бір күні Күлше қыз тамақ әкеліп үстел үстіне қойып, мен де отырып жесем бола ма деп сұрайды. Өгей анасы ашулы дауыспен, бізден кейін не қалса соны жейсің деп қуып жібереді. Күлше қыз жылайды. Ол шатырда жасайтын еді. Оның қиналғанын көрген құстар мен тышқандардың жаны ашитын еді. Күндердің күнінде патша үлкен бал ұйымдастырады. Ол ұлы ханзаданы үйлендіру мақсатында қаладағы барлық қызды сарайға шақырады. Өгей ана мен қыздары балға дайындалуды бастайды. Анасы келіп Күлше қыздан қыздарын дайындауға көмектесуін айтады. Ханзада 2 қызының біреуін таңдағанын қатты қалайды. Күлше қыз 2 әпкесіне келіп киім тауып, шаштарын түрмектеп көмектеседі. Сосын анасына, мен де барсам бола ма, патша сарайын қатты көргім келіп еді дейді. Анасы мен қыздары, өзіңе бір қарап ал, көйлегің де жоқ, түрің де албастыдай деп күледі. Олар балға кетеді. Күлше қыз есік алдында жылап қалады. Жылап отырғанда алдында бір перизат пайда болады. Жылама қыз, мен сенің балға баруыңа көмектесемін дейді. Сіз кімсіз? Маған қалай көмектесесіз? Менің көйлегім де жоқ қой, дейді. Сол кез перизат таяғын сілкіп жібергенде, Күлше қыздың ескі көйлегі әдемі көйлекке айналады. Аяғында шыныдан жасалған әдемі аяқ киім болады. Тышқандар ойнап жүрген асқабақты әдемі арбаға айналдырады. Тышқандардың өздері есе аппақ атқа айналады. Күлше қыз қатты қуанып кетеді. Олар арбаға отырады. Перизат оған бұл сиқыр түнгі сағат 12-ге дейін жарайтынын, одан кейін тез үйге қайту керек екенін айтады. Күлше қыз келіседі. Күлше қыз сарайға кіріп келгенде барлығы оған қарап қалады. Ханзада бір көргеннен Күлше қызды ұнатып қалады. Бал таусылғанша тек Күлше қызбен билейді. Бір кез перизаттың сөздері есіне түсіп, сағатқа қарайды. Мен үйге кетуім керек деп жүгіріп кетіп қалады. Ханзада түсінбей артынан жүгіреді. Күлше қыз баспалдақтан түсіп бара жатып, аяқ киімі шешіліп қалады. Ханзада оның артынан келе жатқаны үшін аяқ киімді алуға үлгермейді. Ол арбаға отырып кетіп қалады. Ханзада оның аяқ киімін жерден алып, бүтін мемлекетті кезіп болса да, мен оны табамын дейді. Күлше қыз жолда келе жатып өз қалпына қайтады. Қысқа жолмен тез үйіне барады. Ханзада өз адамдарымен барлық үйлерге кіріп, аяқ киімнің иесін іздейді. Ешбір қызға тура келмейді. Олар Күлше қыздың үйіне жетіп келеді. Өгей ана 2 қызды шақырады, бірақ екеуіне де аяқ киім дұрыс келмейді. Сол кез әдемі ән естіледі. Үйде тағы кім бар деп сұрайды Ханзада. Өгей ана Күлше қызды шатырға қамап қойған еді. Үйде ешкім жоқ деп өгей ана шатырға шығармайды. Біз үйді қарап шығуымыз керек деп әскерлердің бірі шатырдың есігін бұзып ашады. Ханзада шатырға шығып Күлше қызды көреді. Оған аяқ киімді кигізіп көреді. Аяқ киім Күлше қызға дәл келеді. Өгей ана ашуланады. Ханзада қуанып Күлше қызға үйленуге ұсыныс жасайды. Күлше қыз онымен келіседі.
олар сарайға жол алады. Екеуі ұзақ бақытты өмір сүреді.